Алматтан 9 жыл болады бізде. Әкелеріміз. 9 жылдың 6-ы кетеді ғой. Ұсталып. Бар жазыға мешітте сол Қожа Ишан дейді. Біздің Мырзалының мешіті, Бурабайдың мешіті, Көк мешіт дейді. 8 мешітіміз болған Бұхараға дейінгі жерде аталарымызды. Енді бағанағы мешіт салды Қожа Ишан дегендерге жаудай тиген уақытында. Сонда кейіннен Қазалда ұсталған 36 адам Ишан қожалар молдалардың барлығының тізімін шығарды. Осы 90 жылдардан кейін. Сол уақыттарда Тұрмағанбет ақынның да Қазалдың түрмесінде жатқан уақыт. Молда деп. Мінекей өзі бір қым-қуыт кезеңдер. Сонда Марал Ишанның тұқымы Сүлеймен Ишан бірге қамалады ғой. Сүлеймен Ишан жас. Сүлеймен Ишан босап, үкіметтен босап шығыпты дегенде естіп біздің әкелеріміз барады ғой. Қасында бауырлар кеткен ғой енді. Тақсыр сіз қалай шықтыңыз? Біздің ақсақалдардан не хабар деп. Енді Ақмешітке барған бұл кісілер. Сонда Сүлеймен Ишанның айтқан әңгімесін жылап отырып айтады ғой әкелеріміз. Апарып қой қорғанға қамады, ішінде не бір бай да отыр, молда да отыр, Ишан да отыр, барлығы сонда. Сонда жас жігіттер келіп, ау бүйтіп отыра береміз бе, талап қылайық, қашайық деген уақытында, сонда жаңағы кісілер, шырақтарым өйтпеңдер, Алланың құрығызын, сосын үкіметтің құрығызын қашпаңдар. Үкіметтің адамдарының қолы тимей жатыр ғой. Келер, мұншама халықты қырама, көзін жаудыресіп деп басып айтып отырады дейді. Қашам дегенді қойыңдар. Мұншама мұсылманның баласын қырама, үкіметтің адамдарының қолы тимей жатыр деп, сол күннің астында отырып іштері кетіп өлді дейді бәрі. Тамақ жоқ, ештеңе жоқ. Сонда 36 адам бұл кісілерді қамап, бөлек қамап, бұл Сүлеймен Ишанның әңгімесі. Бір күні хабарлады, үкіметтің адамдары келді деп, бұлардың барлығы Ишан, молла, қожалар жарға сүйеп қойды дейді. Олар қабырға деп айтпайды ғой, жарға сүйеп қойып, барлығымызды қатар-қатар қойып, таң алдында айдап шықты. Айдап шығып, үкіметтің адамы келеді деп, барлығымызда іштей қуанып тұрмыз. Біздің жазығымыз жоқ. Қой десе қояйық деген ғой. Сонда 5-6 адам келіп бізбен сөйлеспей, бұрышта тұрды, кілең, кәдімгі белін буы болған, оқшантайында мылтықтары бар. Сонда айтады ау. Ішінен біреу шығып бері қарай келіп, ең басында тұрған кісіге келіп, маңдайынан мылтығын тақады да, Құдай бар ма деп айтты дейді. Астағфиралла деген уақытта тарс етті сатып тастаған. Екіншісінде Құдай бар ма дейді. Сұрақ осы дейді. Астағфиралла атып келеді. Сонда не бір ғұламалар тұр дейді. Қоятын сұрақ бірден Құдай бар ма дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим кәлимасын қайырса атып тастап келеді дейді. Сонда қасында тұрған біздің бір әкеміз Сүлеймен Ишанның қолын қыса беріпті. Шырағым, тым жас екесін, амал қыл, біз кеттік деп айтты дейді. Амал қыл деді. Бірақ сұрақ қойылады жаңағы дейді. Құдай бар ма дейді. Құдайсыздардың үйімі құрылып атқан уақыт қой. Сонда қасымдағы үлкен кісіге де келді, Құдай бар ма деп, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп атырған уақытта атып жіберді. Сосын бұңда маңдайына қойып, Құдай бар ма деген уақытта жоқ дедім. Сонда біздің әкеміз, тақсырай, Аллаға шәк келтірдіңіз бе? Оныңыз қалай деген уақытында айтты дейді. Амал қыл деді қолынан. Шырағым, біз кеттік, осы қырғында айтарсын. Амал қыл деп айтты. Бір Алладан басқа дегенде ішіммен айтып, ешкім жоқ дегенді сыртыммен айттым шырағым. Бір Алладан басқа ешкім дегенде ішімнен айттым, жоғын сыртымнан айтып, амал қыл деп айтты. Тым жас екенсің, амал қыл шырағым деді дейді. Тапқан амалым сол болды деп айтты. Міне кейіннен Тұрмағанбеттің де басына неше қайтара іс түскен уақытында Тұрмағанбет те Сүлеймен Ишанға барып ақылдасып,
қалай жан сақтап қалудың осы несінде жүреді.